Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен 6 сыныптың қазақ әдебиеті бойынша онлайн сабақты жүргізетін боламын. Мен Баяқов Әбдімүтәлі Темірбекұлы. Жамбыл облысы Талас ауданы Матай Қыстаубайұлы атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Қазақ әдебиеті бойынша 490-да 4-ші тарау басталады. Тақырыбы тәуелсіздік қасиет тұнған ұлы ұғым деп аталады. Және де осы тараудың аясында Асқар Алтайдың прописка әңгімесі желісімен және де Асқар Алтайдың өмір шығармашылығымен танысатын боламыз. Оқу бағдарламасына сәйкес мақсаты әдеби шығарманың тұжырымдамасы және де әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік, қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Бағалау критерийлер: әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік, қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Сабақтың басында ой шақыру кезеңіне көшеміз. Мына төменде берілген сурет бойынша бүгінгі тақырыпты болжаңыз. Тақырыпты болжағаннан кейін қызығушылықты ояту кезеңінде мен сіздерге Асқар Алтаймен жүргізілген сұхбаттан үзінді ұсынамын. Және де осы сұхбатты толық көру мүмкіншілігіне ие болу үшін төмендегі сілтеме бойынша көшуіңізге болады. Астанадан сөйлеп тұрмыз, армысыз. Ар демекші, әдебиет ардың ісі десек те, қазірде сол үлкен жауапкершілікті арқалап жүрген жазушы азаматтар азайып барады деседі. Бұл тұрғыдан келгенде, бүгінгі келген қонақтың көңілі де күмәнді. Қазіргі жазушыларымыздың аңызға айналатынына күмәнім бар депті ол бір сұхбатында. Ендеше, ұлттық арнаның төрінде болмысы бөлек жазушы, сирек сыншы Асқар Алтай. Қош келдіңіз. Жағы бүгінгі қатарластарымыздың, замандастардың тарихта қалатын, аңызға айналатынына күмән бар депсіз. Осыған байланысты интернетте комменттерді оқыған кезде Асқар Алтай өзінің жағы қатарластарын, замандастарын менсінбеу деген сияқты бір пікірді оқып қалдым. Енді бұл қаншалықты рас екенін өзіңізден білгім келіп отыр. Сіз не дейсіз? Өз қатарыма ғана емес, бұл жалпы әдебиетке деген көзқарасым еді. Өйткені қазіргі әдебиетте үлкен аңызға айналып қалатындай жаңағы әңгімелер болып жатқан жоқ. Оның себебі бүгінгі күні барлық мәселе өзі мына тиын санаған заман болып кетті, соның ығында кетті. Қоғамның белсенділігі әдеби, рухани мәселе емес, шын мәнінде. Мен сол тұрғыдан келіп едім. Шын мәнінде ол экономикалық мәселенің төңірегінен аспай қалды. Күнкөрістің қамымен кетті жалпы. Бүкіл интеллигенцияның негізгі мақсат мүддесі осыған айналып кетті. Осы тұрғыдан келгенде жаңағы біздің мына рухани ортада жүрген үлкен ақын жазушылар, немесе үлкен ғалымдар, немесе үлкен ірі актерлар, режиссерлар, олар туралы әңгіме әсіресе біздің қазақ қоғамында мүлде кереғар сондай бір көзқарас пайда болды. Олар туралы мүлде айтылмайды. Оның орнына әлдеқайда бір жаңадан шыққан бір кішкентай компания болса, соны әспеттеп айту, соның басшысын жекелеп айту деген секілді осы мәселенің төңірегінде жалпы экономикалық мәселенің төңірегінен шыға алмай қалдық. Сондықтан да жаңағы бүгінгі күндегі әдебиеттің маңайында қолына қалам алып жүрген азаматтардың ертең үлкен аңызға айналып олар туралы әңгіме айтылып жатады дегенге мен сенбеймін де, ойым күмәнді деген себебім осы еді. Бірақ Жоғарыда айтып кеткенімдей, бейне материалдың толық нұсқасымен сол жерде берілген сілтеме арқылы таныса аласыздар. Әрмен қарай біз бүгінгі өтіліп отқан тақырып бойынша жазушының өмірі және шығармашылығына қысқаша мәлімет беремін. Асқар Алтай 1963 жылы
12 ақпанда туылған. Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласында дүниеге келген. Қазақ жазушысы әрі сыншы. Асқар Алтайдың шығармаларында халықтың өткені мен бүгінгісі суреттеледі. Жазушының Қызыл бөлтірік повесті, халықаралық Сорос қорының бас жүлдесі грантын жеңіп алған. 1989-1990 жылдары Қазақстан Жазушылар одағының жастар арасындағы прозашылар форумының Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың лауреаты. Осы қысқаша мәліметтен кейін сұрақ қою стратегиясы арқылы сіздерге бірнеше сұрақтар қойылады. Осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: қала мен ауылдың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Екінші сұрақ: урбанизация ұғымы туралы не білесіңдер? Үшінші сұрақ: урбанизация қалаға қуған қазақ ұлтының наласы мен шері, пропискаға отырудың соры деген тұжырымның мағынасы қандай? Төртінші сұрақ: желтоқсан оқиғасы туралы пікіріңіз қандай? Сабақтың ортасында сіздермен біз оқулық арқылы тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма: оқулықтағы берілген әңгіменің мазмұнымен танысыңыз. Әңгіме үзіндісінен негізгі түсініктер мен сөз тіркестерін анықтаңыз. Әңгіме мазмұнын ашатын сөздер мен сөз тіркестерін жұмыс дәптеріне жазыңыз. Дәптермен жұмыс жасаймыз. Сөз маржан айдары бойынша берілген бірнеше сөздерді дәптерімізге жазып аламыз. Жып жылмағай, теп тегіс, жорта, қасақана, әдейі, сірге, алақанның кеңдігіне тең өлшем, қоламта, оттың ыстық күлі, сергелдең, әурешілік, әбігерлік, прописка, тіркеу. Сабағымыздың келесі кезеңі бойынша мен сіздерге екінші тапсырманы ұсынамын. Жеке пікір алаңы әдісі бойынша жұмыс жүргіземіз. Тапсырма: жазушының прописка деп астарлы тақырыппен берілген бұл әңгімесі расында да желтоқсанда із-түзсіз кеткендердің рухына бағышталған деген тұжырымды Попс формуласы арқылы түйіндеңіз. Попс формуласы: бірінші сөйлем менің ойымша, екінші сөйлем себебі мен оны былай түсіндіремін, үшінші сөйлем оны мен мына факт мысалдармен дәлелдей аламын, соңғы сөйлем осыған байланысты мынандай қорытынды шешімге келдім деп жазу дәптерлеріңізге жоғарыдағы айтылған жазушының прописка деп астарлы тақырыппен берілген бұл әңгімесі расында да желтоқсанда із-түзсіз кеткендердің рухына бағышталған деген тұжырымды түйіндейсіздер. Осыған байланысты берілген дескрипторлар. Тақырыпқа байланысты өз ойыңызды білдіресіз, себебін түсіндіріп дәлелдейсіз, қорытынды шешімді ұсынасыз. Өз ойыңызды тұжырымдайсыз. Бүгінгі тақырып бойынша үйге берілетін тапсырма: Асқар Алтайдың прописка әңгімесін оқу. Және де бүгінгі онлайн сабағымыздың соңында мен сіздерге кері байланыс ұсынамын. 3-2-1 тұжырымдамасы бойынша сіз өзіңіздің кері байланысыңызды ұсыныңыз. Сабақтан алған 3 маңызды ақпарат, сабақта қиындық тудырған 2 аспекті, сабақта ұнаған 1 іс-әрекет. Бүгінгі онлайн сабағымға қатысқандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.